Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай шоколад қосылған сметанникті жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен бөлме температурасындағы тұрған сары майға қантымызды, жұмыртқамызды қосып, миксермен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Біздің массамыз еріп, жұмыртқамыз бен майымыздың түсі әппақ болып өзгергенше осылай араластырып тұрамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымыз бен қопсытқышымызды саламыз. Бірінші силиконды қасықпен араластырып, одан кейін қолмен жүп-жұмсақ қамырымызды жасайтын боламыз. Мінекей бізде енді осындай өте жұмсақ қамыр пайда болады. Бұл қамырды диаметрі 24 немесе 26 см болатын формаға әдемілетіп, дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Формамызға қамырын жайып болған соң, енді ішіне салатын салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 400 грамм 20% қаймақ керек. Оған жұмыртқамызды, қантымызды, бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, венчиктің көмегімен барлығын жақсылап, біркелкі етіп араластырамыз. Миксердің қажеті жоқ, қарапайым венчиктің көмегімен де араластырсақ болады. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Енді су моншасында бір Қазақстан шоколады мен майымызды ертіп алып та, оны да қосып, барлығын осылай біркелкі етіп араластырамыз. Немесе су моншасында микроволновкада шоколадты ерітсеңіз болады. Одан кейін оған бір шай қасық какаомызды қосып, менде рахаттың какаосы, осылай барлығы жақсылап араласып болғанша біркелкі етіп араластырамыз. Одан кейін біздің формамызға құйып, пирогымызды 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 40 минут асықпай жақсылап пісіргенше, қызарғанша пісіріп аламыз. 40 минут өтті, менде тоңазытқышқа 1 сағат қалып қойдым. Біздің ортасындағы салмамыз демлетіп, қатып, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар менің каналымда өте дәмді тез жасалатын пиццаның рецепті бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Әдемілетіп, кешкі шаймен ішсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз достар.